Бүгін біз цифровой вупи пай тортын жасайтын боламыз. Дәмі тіл үйретіндей дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қажетті ингредиенттерді төменге массасын жазып кететін боламын. Алдымен жұмыртқаға шекерімізді қосып, миксерлеп, аппақ болғанша миксерлеп алуымыз қажет. Одан кейін ерітілген шоколадымызды қосып, бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Және какаоны қосып араластыруымыз керек. Какаоның жоғары сорты қажет, және міндетті түрде електен өткізілген ұнды қосамыз. Електен өткізбесек, корждарымыз дұрыс көтерілмейді. Осылай ұнды екіге бөліп, коржымызға қосып, миксерлеп, корждың конденсациясын дайындаймыз. Одан кейін тесто салып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Ал цифрды жасау үшін А4 форматтағы ақ қағазға 3 санын сызып кесіп аламыз, және пергамент қағазын астына қойып, үстіне шоколадты дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Дайын болған корждарымызды 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 8-10 минутта пісіріп аламыз. Піскен корждарымыздың шет-шетін артығын алып тастап, әдемі корждарымызды кесіп, бір-бірімен өлшеп кесіп дайындап аламыз. Одан кейін бізге креміне сливке қажет болады. Сливке 33% болу қажет, және бір күн тоңазытқышта тұрған болу керек, кем деген. Сливке сәл қоюланғаннан кейін творожный сырды салып, тағы да миксерлейміз. Сосын сахарный пудраны салып, тағы да миксерлейміз. Көп миксерлеуге болмайды, сливкеміз іріп кетеді. Дайын болған кремді арнайы қапшыққа салып, видеода көрсетілгендей корждардың үстіне шариктерді шығарып аламыз. Осылайша 4 коржымыздың арасына крем жағып шыққаннан кейін бір күн тоңазытқышта қойсақ, креміміз жұмсақ болып сіңіп тұрады. Үстіндегі оформление өз еркіңізге қарай. Мен апельсинді және де шариктерді қолдандым. Назарларыңызға рахмет.